Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі-бар арнасы. Қос жолы, құрамына күн жүйесі және көптеген жұлдыздар енетін алып аумақты спиральді галактика. Ол шамамен 200 миллиард жұлдыздан, сондай-ақ жұлдыз шоғыры мен тобынан, газ бен тозаң тұмандарынан және жұлдызаралық кеңістікке таралған жеке атомдар мен түйіршіктерден құралған. Ойлап көріңіз, әр жұлдыздың айналасында қанша планета болуы мүмкін? Карантиннен және ушудан шаршаған болсаңыз, сізді ғарышаралық саяхатқа шақырамыз. Егер арнамызды бірінші рет көріп отырсаңыздар және тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қоңырауды басып қойыңыздар және лайк басып, өз пікірлеріңізді жаза қалдыра кетіңіздер. Ендеше кеттік. Үш күні бар планета. Күннен шамамен 22 жарық жыл қашықтықта Лей-Ти-Ти 1445 Эйби атты планета орналасқан. Оның айналасында күн сияқты 3 жұлдыз бар. Планета жерден шамамен 1,35 есе үлкен және 8 есе ауыр. Ол 3 күннен жерге қарағанда 5 есе көп радиация алады. Планета емес, нағыз солярий. Бұл экзопланета соншалықты алыс емес болғандықтан, кейбір планеталар күннен жүздеген жарық жыл қашықтықта. Астрономдарға оның атмосферасының құрамын мұқият зерттеуге керемет мүмкіндік береді. Қазір ғалымдар аталған планетада тіршілік белгісі бар жоғын тексеріп жатыр. Бірақ 3 күні бар планетада жоғары радиацияның кесірінен қандай да бір тіршіліктің болуы мүмкін емес дейді зерттеушілер. Адамзат басқа ғаламшарларда өмір сүре ала ма? Айта кетейік, бір жарық жылы жарықтың бір жылда жүріп өтетін арақашықтығы. Ол 10 триллион шақырымға жуық, немесе 3,25 парсекке тең. Жерге қатты ұқсайтын планета. Қазіргі кезде бізге белгілі барлық экзопланеталардың ішінде жерге қатты ұқсайтын 5 жыл бұрын табылған Кеплер 438b. Оның тіпті қызыл ергежейлі деп аталатын кішкентай өз күні бар. Адамзат бұл планетаға ұшатын болса, арадан 470 жарық жыл өткен соң ғана жетеді. Ғалымдар бұл ғаламшарларға қатты үміт артып отыр. Себебі бұл планетада жердегідей тіршілік белгісі болуы үшін қажеттіліктің барлығы бар. Кеплер 438b қатты ыстықта емес, суықта емес. Қазақшалап айтқанда Кеплер 438b қоңыр салқын ауа райы бар ғаламшар. Ауа райы шамамен 0-ден -60 градусқа дейін. Ғаламшарлардың массасы толығымен ашылмаған. Ғалымдар ол жерден 1,4 есе үлкен дейді. Бұл деректер аталған ғаламшарларда бір тіршілік иесінің барына сендіретін секілді. Асықпаңыз. Орик университетінің Ұлыбританиядағы ғалымдардың зерттеуі бойынша Кеплер 438b ғаламшарының атмосферасы қызыл ергежейлі Кеплер 438 сәулесінің әсерінен зардап шегеді. Ондағы супер жарықтар бірнеше айда бір рет қайталанады және оның жарығы күнде бұрын соңды болмаған жарқылдан 10 есе күшті. Бұл планетада белгілі бір тіршіліктің болуына күмән тудырады. Бір жылы жердегі уақытпен тең ғаламшар. Кеплер 425b. Кеплер 425b планетасы 2015 жылы Кеплер ғарыштық телескопы арқылы табылды. Бұл бізден 1400 жарық жылы қашықтықта орналасқан суық ғаламшар. Планетаның радиусы жердің радиусынан сәл үлкенірек. Ондағы бір жыл 385 күнге тең. Бұл планетада күнде суық емес, ауа райы да жақсы. Ғаламшар бетіндегі температура -20 градустан +10 градусқа дейін болуы мүмкін. Бұл судың сұйық күйінде болуын қамтамасыз етеді. Жерге ең жақын экзопланета. Пироксима b планетасы, сонымен қатар Пироксима Центаури b деп аталады.
Ол жерден небәрі 4,2 жарық жылы қашықтықта орналасқан. Адамзат оған былтырға дейін ұшып баруға үмітті болып, және бұл ғаламшарларда белгілі бір тіршілік иесі бар болуы мүмкін деп есептеп келді. Бірақ ғалымдар Пероксима Центавиридің жұлдызы осы планетаның ергежейлі күні аталған ғаламшарға орасан зор мөлшерде жарық шашқанын анықтады. Бұл жарық күн жарығынан 10 есе күшті болып, егер Пероксима B планетасында тіршіліктің кез келген түрі болатын болса, оны жойып жіберген болуы мүмкін. Масктың Марсқа қатысты 100 жылдық жоспары. Қазіргі уақытта жаңа телескоптар құрастырылып жатыр. Олар бізге Пероксима Центавра B ғаламшарынан бұдан да нақты зерттеуге мүмкіндік береді. Астрономдардың айтуынша, бұл планетада магнит өрісі болуы мүмкін. Бетінде мұхиты бар планета. Кеплер 62F планетасы қызғылт сары ергежейлі күннің айналасында орналасқан. Кеплер 62F бізден 1200 жарық жылы қашықтықта орналасқан. Бұл планетаның орташа температурасы -30 градус. Климаты салыстырмалы түрде тұрақты болғандықтан, ғалымдар оның мұзды қыртысының астында аумағы Еуропа құрлығындай мұхит жатыр деп санайды. Бірақ бұл мұхит жүзуге арналмаған. Бұл планетаның ерекшелігі түнде түрлі түсті шұғылаларды көре аласыз. Планета өзінің ергежейлі сары күнін 267 күнде айналып шығады. Бұл жердегі уақытқа қарағанда 98 күнге аз. Бір жақсысы, бұл планетаға жетіп алсаңыз, жаңа жылды жиі атап өтетін боласыз. Жалғасы бар. Осымен бүгінгі бейнемізді аяқтаймыз. Видео ұнаса лайк басып, өз пікірлеріңізді міндетті түрде комментарийға қалдырыңыздар. Келесі кездескенше, YouTube'тың қызығын бөліскенше достар.